Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің тегін сабағыма қош келдіңіздер. Алдымен тегін сабақты бастамас бұрын мен сіздерге өзімді таныстырып алайын. Менің есімім Шырын Мәлікқызы. Менің инстаграм парақшам Instakurs SMM. Сабақты аяқтағаннан кейін міндетті түрде парақшама кіріп, танысып көріңіздер. Ал ендеше мен сіздерге қазір өзімнің тегін сабағымды бастауға дайынмын. Сіздерге инстаграмның толықтай құпиясымен таныстыратын боламын. Ендеше кеттік. Бастаймыз. Бүгін сіздермен өте үлкен тақырып қозғаймыз. Инстаграмның алгоритмімен таныстырамын, инстаграмның воронкасымен таныстырамын, инстаграмның барлық құпиясымен таныстырамын. Инстаграмда жалпы адамдар деген инстаграм деп ішкенасын жаңағы жерге қойып жатыр, сол сияқты не үшін өйтіп жатыр, инстаграмда қандай табыс табу жолдары бар, не үшін барлығы осы инстаграмға көп кіріп кетті. Қазір дегенді номер 1 болып тұр десек те болады. Барлығының жаңа табыс көзі осы жерде да. Соның барлығымен мен сіздерге бөліссем. Қазір онда мен комментарийді выключать етейін. Дауыс естіліп тұр дегенді көрдім. Болды, мен комментарий айтпесе мен отвлекать етеді. Сондықтан комментарийдің барлығын выключать еттім. Мен сіздерге қазір инстаграмның барлық құпиясын айтатын боламын. Бұл жерде енді инстаграмның барлық алгоритмдері, инстаграмның барлық құпиялары, инстаграм воронкасы, инстаграмда қандай пайда табуға болады, және өзіндік стильді қалай қалыптастырамыз, контент түрлері, контентті қалай жоспарлау керек, сатылма келетін тексттерді қалай жазу керек, жалпы пост жазудағы құпия дегеніміз не? Мысалы, қазір көбісі охват деген не, просмотр деген не, лайк деген не, оны да білмейтін оқырмандарымыз ортамызда болуы мүмкін. Сондықтан да алдымен инстаграм алгоритміне тоқталайын да. Жалпы инстаграм қай уақытта алгоритмді өзгертіп отырады деген сұрақтар қояды. Яғни ол инстаграмның алгоритмі ол ай сайын өзгеріп отыра ма, ол жыл сайын өзгеріп отыра ма? Мысалға интернетте жазылғанда инстаграм 2019-ның алгоритмі, 2020-ның алгоритмі деп, ол белгісіз, ол секундта өзгеруі мүмкін алгоритм. Сондықтан да оны ешкім білмейді, қай уақытта инстаграмның алгоритмі өзгереді. Жалпы мен сіздерге қазір алгоритм дегеніміз не, және оны қалай білеміз, оған не действовать етеді, соның барлығымен бөлісетін боламын. Жалпы біздер барлығымыз бір-бірімізден қалыспай пост жазамыз да, контент жазып жатамыз. Сол постымызды қай уақытта шығарғанымыз дұрыс. Яғни пост шығарғанда біздің охватымыз қай уақытта көтеріледі. Егер де сіз постыңызды шығарасыз, сол уақытта көп лайктар жиналса, және мысалы сізді видео шығаруыңыз мүмкін, даже фотоңыздың өзінің просмотры көбейсе, сол шығарған уақытта адамдар реагирует етіп, сіздің постыңызды қараған кезде міндетті түрде охватыңыз көбейеді. Және де сіз мысалы пайдалы ақпарат шығардыңыз делік та, пайдалы ақпарат шығардыңыз, оны адамдар репосттап бір-бірлеріне жіберуі мүмкін, немесе сохранение деген сақтап алуы мүмкін. Соның барлығын жасалған кезде тоже охват міндетті түрде әсер етеді. Және де күнделікті сіз егер де история шығарып отыратын болсаңыз, например, біреуі лентада активны болса, біреуі стористе активны болады да. Негізі бізде осы сторис охватты өте жақсы көтереді. Стористе күнде сіздер активны болу керексіздер. Яғни сторис қаралымы артқанда, лентаңызда просмотр мен лайк, комментарий көбейгенде, онда міндетті түрде сіздердің охваттарыңыз көбейеді. Жалпы мысалға мынандай сұрақтар қойып жатады. Пост шығарам, мен пост шығарған кезде, сол постыма 10 минут пен 30 минуттың аралығында адамдар лайк басқан кезде, онда охват көбейе ма депші. Мысалға негізі инстаграмда ондай прям 2019-да бізде сондай алгоритм болды ғой. Қазір 2020-ның алгоритмінде олай емес. 24 сағат бойына сіздің сол бір шығарған постыңызға адамдар лайк басып комментарий жазғанның өзінде ол охват құлап қалмайды, охват көтеріле береді. Сондықтан да ол белгілі, например, 10 минут пен 30 минуттың арасында барлық адамдар сіздің постыңызға лайк басып, сақтап, комментарий қойып алу деген ол шарт емес. Яғни ондай шарт жоқ. Бір сағаттың ішінде де көп сондай нелер, лайктар басылып, комментарийлер жазылса, оның өзінде де охватқа реагирует етеді. Және мынандай сұрақтарда болып жатады. Например, мен пост шығарам да, маған комментарий жазғанда, например, 2019-да мынандай алгоритм болды ғой, комментарийдің сөздің саны 4 сөзден асу керек, ал 4 сөзден аспаса, ол комментарийге жазылмайды, наоборот, охватты төмен түсіреді деген. Ондай тоже шарт жоқ негізі алгоритмде. Өйткені яғни ең бастысы
сөзбен жазылған болса, например, смайлик емес, например, бір сөз, екі сөз жазылса да, оның барлығы сіздерге комментарий болып есептелінеді. Және бізде мынандай сұрақтар бар тағы да. Мен, например, видео контент шығарғаным маңызды ма, әлде фото контент шығарғаным маңызды ма? Екеуінің қайсысы бірінші орында тұрады? Фото ма, әлде видео ма деген сұрақтар кездеседі. Негізі екеуінің де орны ерекше. Например, сіз видеоны шығардыңыз, видеоны шығарған кезде сол видеоны мысалға бастап тастамай, бастағаннан бастап аяғына дейін қараса, онда охват жақсы көтеріледі. Ал егер де сіздің видеоңыздың басы 3 секундына адамдар назар аудармай өтіп кететін болса, онда сіздің охватыңыз наоборот құлайды. Ал мысалға фотоларда тек қана адам қарайды, допустим, сіз фотоға тақырып қойған болсаңыз, адамдар былай үңіліп қарауы мүмкін. Негізі фотомен де атасы, видеомен де атасы. Егер де видеоңыз сіздің қызықты, кәдімгідей басы бар, аяғы бар, жоспармен жасалған видео болса, онда охват видеода көбірек болады. Ал фото, мысалға, таргетингке жібергенде фото мен видеода мен күніне, например, 10 таргеттен қабылдап отырамын ғой, сонда таргетингке в основном фотоны жіберемін. Өйткені фотоға сіздер тақырып жазасыздар, тақырып мысалға адамдар былай лентаны өткізіп отырғанда фотодағы тақырып көзге бірден түседі да, и миға әсер етеді да, ал видеоңызды сіздің до конца қарап отырмауы мүмкін. Сондықтан екі жақтың да плюсы бар, негізі қарастыру керек. Жалпы охват дегеніміз не? Егер де сіз бизнес аккаунтқа өткен болсаңыз, сіз бизнес аккаунтқа өтсеңіз, онда сізде статистикаңыз шығады. Сіз өзіңіздің неңізді қарай аласыз. Неше охват жиналды, неше просмотр жиналды, неше лайк, неше комментарий жиналды, барлығын сіздерге шығарып береді. Және сіз продвигать ете аласыз, егер де сізде бизнес аккаунт болса. Сондықтан негізі барлығымызда бизнес аккаунтқа өтіп алғанымыз барлығымыз үшін тиімді. Енді мен сіздерге қазір көрсетейін охват дегеніміз не екенін. Мінекей қараңыздар. Охват дегеніміз не? Мына жерде статистиканы ашсаңыздар, мына жерде 6318 деген тұр, ол бізде охваттың саны. Яғни охват ол сіздің постыңызды қараған адамның саны. Ол егер де бір адам 2 рет, 3 рет, 4 рет қараса да, ол бір просмотр, яғни бір охват болып есептеледі. Мына жерде 6318 охват, значит сіздің постыңызды, осы постыңызды 6318 адам қараған. Ал енді показды, адам охватпен показды шатыстырады да. Показ дегеніміз не? Ол показ ол сіздің постыңыздың жалпы қаралым саны. Яғни жалпы қаралым саны деп отырғанымыз, бір адам сіздің постыңызды 3 рет, 4 рет қараса, онда ол 4 просмотр болып есептелінеді. Яғни мысалға, охватта сізде бір адам 2 рет қараса да, ол бір охват болып есептелсе, ал показда ол бір адам 3 рет, 4 рет қараса да, ол 3-4 просмотр болып есептелінеді. Және де қазір тағы да дальше жалғастырамыз, я. Ал дальше кетейік, жалпы парақшамызды дамыту үшін біздерге не істеу керек? Не жасауымыз керек біздің парақшамыз даму үшін да? Қазір көбісінің охваттары төмен, немесе маған көп адамдар айтады да, мен талпынып жатырмын, постты жазып жатырмын, видеоны жасап жатырмын, ешқандай клиент жоқ дейді да. Енді біз алдымен посттың уақытын білуіміз керек та. Мысалы, сіз постты таңертең 9-да салып қойсаңыз, ол жерде адамдар қарамай, сіздің даже постыңызды қарамауы мүмкін. Ал егер де сіз, например, сағаты 10-дарда салсаңыз, таңертеңгілік, 10-дарда адам уже жұмысына барады, жайланады, жаңағыдай, уже жұмыс орнығады, одан кейін барып, қайда не бар екен деп соткасын қарап, охватыңызды көтеруіңіз мүмкін. Яғни мен өзім әртүрлі уақытта посттарды шығарып, тест жасап көрдім. Сонда сағат 9-да да, 10-да да, 11-де де салып көрдім. Менің постым сағат таңертеңгі мен обедкі уақытта 10-да жақсы өтімді болды. Сағат 10 мен 11 аралығында шығарсам, постым жақсы охват, лайк жинайды. Ал егер де обедте, например, сағат 12-де салсам, охват онша болмайды. 2 мен 3 аралығында, 1 мен 2 аралығында жақсы охват болады. Тоже жазып аларсыздар, я? 10 мен 11 аралығында, сағат 1 мен 3 аралығында салсаңыздар жақсы болады. Және кешкілік, например, біреулері болады 7-де салады, 6-да салады. Ол уақытта пост өтімді болмайды. Яғни бұл пост шығарған уақытқа да бізде байланысты. Сондықтан да сіз постыңызды
сағат уже адамдар енді шай тамағын ішіп алғаннан кейін барып қарайды ғой. Мысалы жұмыстан мен 6-та шығам, 6-та шыққаннан кейін не балам бар, тамағым бар, анауым бар, сотканы ешкім қарап атпайды. Ер адамдар қауымы олар таңертеңнен кешке дейін қарауы мүмкін, ал әйел адамдар қауымы олар шаруаларын бітіріп алғаннан кейін қарайды. Сондықтан да постты шығарғанда сақтап алыңыздар. Сағат 8-де шығарған, 8, 9, 10-да шығарған, оның барлығы ақпаратты жақсы шығарады. Және лентаға күнде 4-5 пост шығармаңыздар. Лентаға тек бір пост, күніне бір пост лентаға жарайды. Бір пост, зато качественный пост, зато ол лайк жиналған, комментарий жиналған, сондай пост болса өте жақсы болады. Лайк жинау, яғни постыңызды шығардыңыз, кстати, сағат 1-де, 2-де, например, түнде пост шығармаңыздар, ол вообще действовать етпейді. Одан кейін лайк жинау. Қазір енді білесіздер, активность деген чаттар өте көп толып кетті. Мен сізге бір күнде 100 пост, 100 лайк, 100 сохранение, 100 самолетик жіберем, маған, пожалуйста, жинап беріңізші деп айтатындар бар. Яғни лайк деп отырғанымыз ол жүрекше, сохранение деп отырғанымыз жалауша, ал самолетик деп отырғанымыз ұшқыш дегеніміз ол басқа адамдарға, мына жерде мінекей бүгін деген магазинді жауып жатыр екен, мысалы подружкаларымыз болады, например, абысын келіндеріміз, допустим, мына жақта мына магазинде 50% скидка болады, мына қарашы, мына постта оқыңызшы деп не істегенде ссылканы жібермей, ол сіз жібергіңіз келетін подружкаларыңызға сіз ана самолетикті басып мынаған деп жіберсеңіз, сол самолетик болып есептелінеді. Егер де яғни сондай 4 функцияны да орындайтын бізде активность чаттар бар. Соларға ақшасын төлесеңіз, олар қазір где-то 7.000-ға, айына 7.000, 8.000, 10.000-дарға жасайды активностьті. Зато ол сіздің парақшаңыздың статистикасын көтереді, охватын көтереді. Яғни өзге адамдар да мысалы сіздің постыңызды оқығанда бірінші болып ешкім пікір жазбайды, пока сіз таныстарыңызбен хотя бы лайктайм, комментайымдар қазір жақсы дамыған, сол лайктайм, комментайымдармен болса да, алдымен ссылкаңызды жіберіп, солай жинап алыңыз. Ешкім суға бірінші түскісі келмейді, адам 2-3 адам түсіп кеткеннен кейін барып түседі, например. Сол сияқты сіздің постыңыз қанша жерден от болып тұрсын, ешкім комментарий жазылмаған болса, басқа адамдар да жазбай кетіп қалады. Дейді да, лайк баспаған болса, лайк баспайды да кетіп қалады, мысалы ретінде. Сондай случайларда мен сіздерге рекомендую активностьтарға, лайктаймдарға қатысыңыздар. Әлі модадан шыққан жоқ, әлі в моде. Сосын мынандай случай бар. Біз көбінесе Инстаграмда директте, яғни директте сөйлеспейміз, да? Директте отырғанымыз сол Инстаграмның өзіндегі сообщениелер. Сол директте сөйлесіңіздер. Өйткені, мысалы, директке шықса да, даже директті қарамайтын адамдар да бар, шыны керек. Менің өзім иногда қараймын. Негізі директте сөйлескен, сол, мысалы, сіз сауда-саттықпен айналысасыз, сізден көйлек сұрады, киім сұрады, сіз аласыз да, WhatsApp-қа жазыңызшы, мен WhatsApp-та болам, WhatsApp-қа жазыңыз, сол жерде решим деп айтуыңыз мүмкін, да, например. Жоқ, ол дұрыс емес. Негізі, егер де сіз Инстаграм прям дамысын десеңіз, сіз лучше директте сөйлесіңіз. Даже сетевойда жасайтын адамдар да бар, да. Сол директке барлығын жазып солай істесеңіз, ол адамға келесіде сіздің постыңыз бірінші болып көрінеді, историясыңыз бірінші болып көрінеді, прямой эфиріңіз бірінші болып көрінеді, яғни охватты жақсы көтереді. Яғни Инстаграм айтады: "Ох, міне мынау шырын деген молодец". Директте адамдармен сөйлесіп, значит, бұған адамдар жазып жатыр, бұл обратно жазып жатыр, бір-бірімен 10 шақты SMS не істеді. Егер екеуінің байланыстары бір-біріне жақсы болып тұр, значит, мен оған постын көрсете берем және бұны тағы да өсірем. Бұның посттарын көп адамға көрсетем деп айтуы мүмкін, да. Сондықтан да директте сөйлесу ол өте маңызды, оны прям галочкамен түртіп алыңыздар. Және де, мысалы, бізде 4 функция бар дедік қой: лайк басу, сақтау, комментарий жазғызу және самолетик. Мысалы, бір постта, например, мағыналы пост жазасыз, например, сіз айтасыз: "Мына лайк баса кетіңізші" деп, бүгін лайк басыңыз деп итермелеңіз. Екінші күні мысалы, фото жасау үшін мынандай программаларды қолданыңыздар деп, адамға мына постты сақтап алыңыз, сізге өте маңызды болады деп, екінші күні сақтап алуға итермелеңіз. Үшінші күні, например, акциялар, мынаны таныстарыңызға жіберіңіз, 5 танысыңызға жіберсеңіз, мен сізге осындай сыйлық беремін деп, самолетик басуға итермелеу керек. Комментарий жазуға, мысалы, клиент, оқырмандарға сұрақ қойсаңыз, например, мына пост ұнады ма сізге, несімен ұнады деген сияқты комментарий жазсаңыз, адамдар комментарий жазады. Яғни 4 функцияны, 4
постта қолданған дұрыс. Бір посттың бәріне күнде айта бермейсіз ғой. Лайк бас, комментарий жаз, сақтап ал. Лайк бас, комментарий бас, сақтап ал. Адам жалығып кетеді ғой. Сондықтан күнделікті сол функцияларды барлығымен активный болуға болады. Жалпы парақшаның охваты не үшін төмендейді? Егер де сіздің инстаграмыңыз сапалы болмаса, например, қазір сапа жағына жалпы қазақ аудиториясы мән беріп келе жатыр да, SMM жалпы дамып келе жатыр. Халық деген қазір менің өзімде апта сайын ақылы курстар болып жатыр. Кәдімгідей мен қуанам, әйтеуір жастардың білімге құмарлығына, кәдімгідей құмар ғой. Шырынхан, осыдан кейін тағы қандай курсыңыз шығады, мына курсыңыз прям күшті, тағы да қандай курсыңыз шығады, беріңізші деп әйтеуір хабарласатын адамдар көп та. Мен үйренгім келеді, парақшаны дамытқым келеді деп көзінде бір от жанып тұрған адамдар көп та. Сондықтан инстаграмыңыз бірінші очередь охват төмен болмас үшін парақшаңызды сапалы жүргізіңіз. Яғни ол дегеніміз аватар, профиліңізді толтыру, актуальныйды тоже быжық-шыжық қылмай, ашық-шашық қылмай, актуальныйыңызды әдемілеп қораптап қою, одан кейін страница оформления, одан кейін сапалы контент, осының барлығы дұрыс болса, сіздің охватыңыз жақсы болады. Яғни сіз инстаграмыңызды жүргізгенде өзіңіз уверенді болу керексіз ғой. Ұялма, мысалы сіз үйіңізге қонақ шақырғанда үйіңіз жинақы тұрса, онда сіз уверенно, көңіл күйіңіз жақсы, бір адамдармен жақсы сөйлесесіз да. Ал егер де сіздің жаңа үйіңіз шашылып жатса, біреу нечаянно біреу келіп қалса, сіз уже неуверенно болып, бір настроениеңіз түсіп, бір жаманақ болып отырасыз, шай беріп отырасыз, бірақ арт жағында бәрі не то, яғни сіз біліп тұрсыз да үйіңіз шашылып жатырғанын. Сол сияқты мысалы сіз ладно, бизнеспен айналысып жатсыз, инстаграмыңызды қолыңызға алдыңыз, енді сіз мысалы дальше дамытқыңыз келеді, жан-жаққа анағанда беріп жатсыз, ана танысыңызға да мені жарнамалап беріңізші, активностьқа қатысып жатсыз, күнде пост жазып жатырсыз. Егер де постыңыздың барлығының визуалы жақсы болса, сіз уверенно жүресіз. Бұл менің инстаграм парақшам, мен жүргізіп жатырмын деп. Сол сияқты уверенно болатындай етіп инстаграмдарыңызды сапалы жүргізіңіздер. Одан кейін манағы айтып жатырған алгоритмнің барлығын сақтаңыздар. Сол кезде сіздердің парақшаларыңыздың охваты төмендемейді. Ал енді келесі инстаграмның функциялары. Инстаграмда білесіздер, күнделікті көп адамның қолданатындары лента. Лента, мен сіздерге мынаны айтайын, лентаға бір нәрсе саларда ойланып салыңыздар. Фото ракурстары, фото визуалы барлығы бір-бірімен сәйкестендірілу керек. Одан кейін әр жазылған постыңыз қатесіз, оформление жасалған, нақты жазылған болу керек. Одан кейін мысалы сіз лентаға күнделікті бір пост жарайды. Истористі білесіздер ғой, енді истористі күнделікті мен не істеп жатырмын, не қылып жатырмын, қайда бара жатырмын. Историске не салуға болады? Яғни бір күн сіз жаңа компанияңыз туралы салуға болады, екінші күн өзіңіз туралы салуға болады, үшінші күн пайдалы ақпарат беруіңізге болады, төртінші күн менің бір күндік өмірім деп видео жасап қоюға болады, әртүрлі гиф анимациялар жасап, мотивация беруге болады, ютубтағы видеоларды скачать етіп алып сонда салуға болады, пинтересттегі видеоларды скачать етіп салуға болады. Яғни историске адам қызық қарау үшін кіреді. Сондықтан өзіңіздің күнделікті мақсатыңыз, аффирмацияңыз, бір маңызды ақпаратыңыз, сондайларды салып қойсаңыз керемет. Историске күнделікті міндетті түрде минимум 7 ақпарат салыңыз. Прям түртіп алыңыз. Міне сіз жұмысқа барасыз ғой, жұмысқа барғанда сіз кешікпеу керек, сіз жұмысыңыздың заданиясын білесіз да. Ал егер де сіз инстаграмда жұмыс жасап бастасаңыз, сізде оның несін білу керексіз. Яғни, что сіз күнде лентаға бір пост салуыңыз керек, міндетті түрде. Историске 5-6-7 нәрсе салуыңыз керек, ол 24 сағат сақталады, ол міндетті түрде. Потом прямой эфир. Прямой эфирді қолданбайтын адам көп. Прямой эфир негізі адамның охватын ең көтеретіні. Прямой эфирге хотя бы аптасына 2 рет, 1 рет кіріп тұрыңыздар. Яғни, мен сияқты тегін нәрселер айтуыңызға болады, ақпараттар беруіңізге болады. Егер де сетевойда айналысатын болсаңыз, тағы бір нәрседе 2 адам болып прямой эфирге шығуға болады. Например, өзіңіздің спонсорыңызбен шығуыңызға болады, өзіңіздің лидерлеріңізбен шығуға болады деген сияқты. Например, курс өткізетін болсаңыз, инфобизнесте болса, өзіңіздің оқырмандарыңызбен шығуға болады. Одан курс туралы сұрайсыз, например. Прямой эфирде, например,
сіз қандай да бір сауда саттықпен айналысатын болсаңыз, сол өзіңіздің залыңызды, мысалы, міне мынандай киімдер бар деп прямой эфирге шығып көрсетсеңіз де болады. Прямой эфир ол өте, даже адам аз қарай берсін, кіріп шыға берсін, оның өзі кірді шықты, оның өзі сіздің ахватыңызға влиять етеді. Қой, қарамай ақ қойсын, но кіріп шыққаның өзі сіздің ахватыңызға өте жақсы әсер етеді. Сосын IGTV деген бар. IGTV-ді қазір енді білесіздер, Инстаграм әйтеуір заманнан қалмау, адамды ұстап қалуға тырысып жатыр да. Басында осыдан 4 жыл бұрын тек қана біз не салатын болдық? Фото салатын болдық. Одан кейін сол фотоға кішкентай там ең басында менің өзім кіргенім, мен жұлдыздардың өмірін тамашалау үшін кірдім да, негізі бастапқы кезінде. Содан кейін барып картина жазып бастап жүрдік. Мен блогер ретінде дамыдым басында. Блогер ретінде бүгін аняққа барып келдім, бүгін мыняққа барып келдім деп сөйтіп жүрдік да. Картина мен текст жазып жүрдік. Одан кейін уже историясы шықты да, например. Одан кейін біз лентаға ұзын сонар тексттер жазып жүрдік. Негізі блогерлер деген ол массагет, сондай журналдарға жазатын, сондай гуглдарға жазатын блогерлерді айтатын едік қой. Қазір блогерлер, бәрі блогер қазір деген. Не пост жазды, не көрсетті, соның барлығы, оқырманы көп адамның барлығы блогер ғой қазір. Яғни Инстаграмның қызықтарын айтайыншы сіздерге. Одан кейін біздерде жаңағы историс дамыды, дұрыс па? Историс дамығаннан кейін, истористе бізде андай маскалар неше түрлі болған жоқ қой, қазір мынандай бір нәрселер, корона салып қоятын, ресничка салып қоятын маскалар өте көп қой. Ол бірінші біз снапчатқа кеттік, Снапчатқа кеткеннен кейін елдің бәрі снапчатқа бара тұрғанда Инстаграм десек, стоп деді. Менде де бар ондай. Міне мынандай маска өздеріңіз шығаруға болады. Инстаграмда да маскалар бар деп Инстаграмға да қойып қойды, дұрыс па? Одан кейін барып IGTV-дің шығуын айтайыншы. Одан кейін адамдар YouTube, все равно YouTube важнее болды да. Инстаграмнан әлі де YouTube'тан келе алмай жатыр ғой. Инстаграмға біз 1 минуттан астам видео шығара алмайтын болдық. Қазір не? IGTV арқылы минуттары көп видеоларды спокойно шығара аламыз. Оның, конечно, YouTube'қа еліктеп жасады деп мен ойлаймын. Сондықтан да сол күнделікті лентада да, истористе де, прямой эфирде де, IGTV-де де жаңағы не болыңыздар, активны болыңыздар. Мысалы, сіз машинаға мінесіз ғой, машинаның 4 дөңгелегі біреуі қисаңдап қалса, сіз жүрмей қаласыз ғой. Сол сияқты Инстаграмда да бізде осы 4 дөңгелегіміз дұрыс болса, біз тек алға басатын боламыз. Яғни сіз ана жерден де, мына жерден де адам не сұрайды, ананы сұрай ма, мынаны сұрай ма, бере алуыңыз керек. Яғни оның барлығы біз 4 жақтан да активны болуымыз керек дегенді білдіреді. Одан кейін менен пайдалы кеңес болсын. Мысалы, пост шығарғанда қазір хэштегпен салу деген ол хэштегпен не надо қазір посттар салу. Мысалы, мен қазір просто Инстаграмда иногда қарайын, былай адамдар не салып жатыр, не істеп жатыр деген. Сонда бір постқа 5-6 хэштег салып қояды. Оны мен дұрыс құптамаймын. Хэштегпен шығарылған посттарды өйткені Инстаграм никакой ахватын көтермейді. Хэштегпен шығарылған посттардың ахваттары төмен болады. Соны естеріңізде сақтап алыңыздар. Ал, мысалы, ладно, хэштегті шығармаңыз демеймін, хэштег продвижениеге өте жақсы әсер етеді. Тек, мысалы, сіз бүгін пост шығарасыз, ертең пост шығарасыз, арғы күні пост шығарасыз, сол бірінші күн мен екінші күннің постына хэштег добавить етпеңіз, үшінші күннің постына хэштегтерді добавить етіңіз. Хотя бы солай бір способтарын көру керек. Күнде постқа хэштег шығара беру деген ол дұрыс емес, ол ахватқа ниже, ахватта түсіреді негізі. Сондықтан соны сақтап алыңыздар. Күнде хэштег салмаңыз. Хотя бы күніне бір хэштег. Кей кезде посттарды хэштегсіз. Мен мысалы хэштег салмаймын. Иногда бір 3-4 постымнан кейін бір хэштег салып отырамын, яғни өзімнің курсыма байланысты. Одан кейін әртүрлі мысалы истористе қалай өзгешелену керек. Әртүрлі гифтер, қазір соңғы мына нелер программалар бар ғой. Иншотпен жасайсыз ба, сторизбен әдемілеп, мысалы, өлі фотоны былай қар жауып, музыка қылдырып, неше түрлі анимациялар бар. Соның барлығын пайдаланып, өздеріңіздің оқырмандарыңызға жақсы әсер етулеріңіз керек. Одан кейін парақшаларыңызға тек қана пост, картина дей бермеңіздер. Парақшаларыңызға неғұрлым, мысалғанда 3 столбик бар, бірінші, екінші, үшінші. Соның бірінші столбигіне хотя бы сіздер видео салып тұру керексіздер. Әдемі, сапалы видео жасап тұрсаңыздар, өздеріңізге пайдалы. Одан кейін оқырмандарыңызбен жиі тілдесіңіздер. Яғни просто бере беруге, просто айта беруге ақпараттарды тоже болмайды. Оқырмандармен тілдесіп тұру керек. Оқырмандармен тілдесіп тұру деп отырғанымыз
мына жерге реклама шығып маған мешет етіп отырған қараш. Яғни оқырмандармен тілдесу, ол, например, мана мен айттым ғой, комментарий жаздыру үшін сұрақтар қою, сосын мына историс дегеніміз бар, сол жақта сіз опрос жасай аласыз. Қазір историс арқылы сіз сұрақтар қоя аласыз, сіз өзіңізге тест жасай аласыз. Истористің өзінде сол оқырмандарды әрекетке шақыратын болсаңыздар, күнделікті хотя бы бір күн тест жасаңыз, ертең опрос жасаңыз, одан кейін вопросы деп сұрақтарға жауап алмасып, солай, яғни оқырмандарды өздеріңізге тарту арқылы ақпараттарыңызды тоже көбейтуге болады. Ал енді ең маңыздысы ол Инстаграмда ақша табудың жолдары. Мысалы, қазір көбісі айтады да, елдің бәрі Инстаграм деп жатыр. Инстаграмда соншама не? Менен сұрайды даже, Инстаграм не, ақша бере ма депші. Көп адамдар сұрайды, Инстаграм ақша бере ма? Инстаграмда қалай ақша табуға болады? Сонда пост жасаң, лентаға не шығарсаң, сонда ақша бере ма адамдар деп сөйтіп сұрайтын оқырмандар бар. Жоқ емес, бар. Инстаграм ақша бермейді. Инстаграм тек ақша алады адамдардан. Ол қалай? YouTube ақша береді ғой, например, ал Инстаграм ақша бермейді. Инстаграм наоборот ақша алады. Яғни Инстаграмда ақша табудың жолдары көп негізі. Ол Инстаграм ол үлкен бизнес алаң, үлкен алаң ол дегенше. Қазір деген ол жерде енді былай кіріп атсаң бәрі быттасып жатыр да. Адамның барлығы Инстаграмда. Адам жаңалық білгісі келсе де Инстаграмға кіреді. Адам таныс, например, даже біз танысымызбен де сөйлеспейміз ғой қазір. Танысымыз, мына бүйтіп жатыр екен ғой, ол мынаның жағдай жақсы екен ғой, бүгін паркте қыдырып жүр, кеше андай суреттер, яғни әркім өзінің биографиясын күнде салып тұрады, әркім өзіне отчет беріп жүреді Инстаграмға. Бәрі отчет беріп жүреді ғой Инстаграмға. Мен үйтіп жатырмын, мен мындай тамақ жеп жатырмын, мен мынаны көріп қалдым, мынаумен сөйлесіп. Қазір даже жұлдыздардың өзімен бірге ұйықтап тұрған адамдар сияқтысың да. Мысалы, тағы бір кеңес айтайын, күнде посттарыңызға сәлемдесе бермеңіздер. Кейбір оқырмандар бүгін де сәлем, ертең де сәлем, арғы да сәлем дейді, сәлемдеспей ақ қойыңыздар. Инстаграмда біз ұйықтап, Инстаграммен бірге тұрып жатырық қой. Яғни Инстаграмда истористе бәрін, адамның даже ішінде не жатырған, адам қалай ойлайтынын бәрін Инстаграм арқылы біз біліп алып жатырмыз. Яғни сөзімді қорытындылай келе, бізде Инстаграмда ақша табудың қандай жолдары бар? Адамдардың барлығы Инстаграмға қызық үшін кіреді. Мен мысалы өзімнің тума-туыстарым немен айналысып жатыр, соны көру үшін кіруім мүмкін. Мен мысалы өзімнің сүйікті жұлдыздарым қай жақта жүр, не жеп жатыр, қай жақта әндетіп жатыр, соны білу үшін кіруім мүмкін. Мен Қазақстанда қандай ақпарат болып жатыр, соны білу үшін кіруім мүмкін. Мен вайнерлер не түсіріп жатыр, қандай вайндар бар, қандай интересный вайндар бар, соны көруім үшін түсуім мүмкін. Мен Айнұр Тұрсынбаева, Құралай ханымдардан тегін прямой эфирлеріне кіріп ақпарат алу үшін кіруім мүмкін деген сияқты әркім әртүрлі мақсатта кіреді. Және мен өзімнің парақшамды дамыту үшін кірем, мен ақша табу үшін кірем, мен мысалы өзімнің курсымды сату үшін кірем. Шындығы, например, әркім әртүрлі мақсатта кіреді. Сетевиктер өзінің командасына адам табу үшін кіреді. Блогерлер өздерінің блогтарын жүргізу арқылы басқа біреуден жарнамасын ортасын тығып жүру үшін кіреді деген сияқты. Яғни Инстаграмда жалпы кімдер қазір ақша тауып жатыр? Блогерлер ақша тауып жатыр, сетевиктер ақша тауып жатыр, жеке бизнесмендер ақша тауып жатыр, мен сияқты SMM мамандар ақша тауып жатыр, одан кейін инфобизнесмендер ақша тауып жатыр. Енді осыларды талдайықшы. Блогерлер қалай ақша тауып жатыр? Қазір мен комментарийді қосайыншы. Дауысым естіліп жатыр ма? Дауысым естіліп жатыр ма? Бәрі нормально ма? Жазып жіберіңіздер, сосын қайтадан комментарийді жазам. Дауыс естіліп жатыр ма, оқырмандар? Естіліп жатыр ма? Жаза қойыңыздар, я, жоқ деп. Қол шапалақтап жатыр, значит, естіліп жатыр деген сөз ғой, да? Болды, дұрыс. Просто сөйлеп жатырмын, вдруг дауысым естіліп жатырған жоқ. Жақсы, онда дальше жалғастырайық. Яғни блогерлер қалай табыс табады? Көпшіліктің сұрағы блогерлер. Мен блогер болсам не істеймін? Мен қалай табыс табам? Мен блогерлерге сонда Инстаграм ақша бере ма деп шынды керек сөйтіп сұрақ қояды да. На самом деле блогерлерге ешкім ақша бермейді, оларға. Кім ақша берсін? Олар не істейді? Күнделікті бір блог, например, қазір не фуд блогерлер бар, я?
фэшн блогерлер бар, фуд блогерлер, олар күнделікті жасады, мысалға тамақтардың рецепттерін салады, тамақты қалай дайындау керек, тамақтарды кәдімгідей дайындап, оның барлығын рецепттермен өзінің оқырмандарына бөліседі. Ал оқырмандар одан пайдалы ақпарат алып отыр ғой, пайдалы ақпараттар алып отыр, оны көп адам оқиды. Яғни фуд блогер ма, көп адам оны оқиды. Сосын ол алады да сторисіне, мысалға Жанар деген сетевик бар. Сол Жанардан реклама алады. Рекламасын, сол Жанардың рекламасын өзінің оқырмандарына шығарады. Сол үшін ол Жанардан 20 мың теңге ақша алады. Сол 20 мың теңге оған айлық. Сосын ол алады да, мысалы, блогерлер не істеуге болады? Бірінші, ол жарнамадан табыс табады. Яғни ол адамдарға ақпарат, пайдалы ақпараттарды беріп жатыр, адамдар оны оқиды ғой. Менің де фуд блогерім бар. Мысалға, сол фуд блогерде мен қандай рецепттер жазып алып тұрам, қандай тамақ жасауға болады, қонақ келгенде қандай салаттар жасауға болады, бәрін жазып алып отырам. Бірақ ол маған иногда рекламасын пихать етіп отырады. Немесе конкурстар ұйымдастырады, иә? Блогерлердің бірінші табып жатырған пайдасы ол не? Ол жарнама береді. Жаңа Камшаттан жарнама алады, Айгүлден жарнама алады. Яғни олар сетевоймен айналысады, біреуі инфобизнеспен айналысады. Солар осы мен, мысалы, мен шығынмын ба, фуд блогер маған жарнамаға ақша төлейді, ал мен олардың жарнамаларын шығарып берем. Ал мен оларға не пайда, маған не пайда? Яғни қай нәрсемен айналыссаң да win-win деген техникамен айналысу керек. Маған да пайда, саған да пайда. Ол Жанарға да пайда. Жанардың мен жарнамасын өзімнің оқырмандарыма шығардым. Міне Жанар деген сетевоймен айналысады, арифлеймен айналысады, айына 100-150 мың теңге табыс тауып жатыр. Жанарға хабарласыңыздар, Жанар сізді супер эксперт қылып жібереді деп. Немесе мынау Камшат деген, Камшат ол психолог, әйел адамның проблемасының барлығын шешіп береді, өте керемет жүргізіп жатыр. Күйеуіңізбен ешқандай проблема болмайды. Камшатқа барыңыздар, Камшаттың курсы басталады. Ертең ғана 1,5 теңгеден болады. Менің оқырмандарым қатысыңыздар дейді. Ол да жарнама ма? Жарнама. Оны мен шырын фуд блогер не істеймін? Мен одан анадан 20 мың теңге алдым, мынадан 20 мың теңге алдым. Маған да пайда, Камшатпен Жанарға да пайда. Олардың жарнамалары жүрді, оларға менің оқырмандарым барды. Олардың бизнестерін жүргізді. Көрдіңіз ба? Вот сондай. Бірінші пайдасы ол жарнама арқылы пайда. Екінші пайдасы, яғни блогерлер, мысалға, фуд блогер ма, мысалға, мен мысалы Алматы қаласынан мен басқа қалаға барып, жаңағы заттар сатпау мүмкін. Немесе мен тіптен ешқандай тауар сатпау мүмкін, иә, мысалы тамаққа байланысты. Ал сол магазиндермен ол сөйлесуге болады. Мысалға, ана магазин, давайте, мысалға, мен бір Гүлшат деген бір кондитерский дүкен бар екен, сонымен сөйлессемде, сол Гүлшатты реклама жасаймын. Яғни сіздің давайте мен магазиніңізді шығарам, жарнамалаймын. Осы Гүлшаттан алам мен, мысалы, мен қаймақты, жаңағы осындай керекті торт жасауға арналған безендіргіштердің барлығын мен осы Гүлшаттан алам. Ханымдар, Гүлшаттан алыңыздар сіздер. Гүлшатта өте сапалы өнім деп жарнамалаймын да, Гүлшаттан ақшалап аламын да, Гүлшаттың магазинін жарнамалаймын. Сөйтіп мен Ақтөбе қаласы бойынша осындай Айгүл ханым кондитерскийде жасайды, мен соны рекомендую. Ақтөбеліктер сол Айгүл ханымнан алыңдар. Шымкенттен мен Тамара дегеннен алам. Шымкенттіктер Тамара деген дүкенден алыңыздар. Өте сапалы тауарлар. Мені өзім көрдім. Мен барып тексердім деп. Екінші, яғни сондай өзінің блогына қатысты магазиндерді жарнамалайды. Одан кейін олар конкурстар ұйымдастырады. Қазір не? Инстаграмда ашып қалсаң, жұлдыздар да конкурс ұйымдастырып жатыр, қалаулылықтар да конкурс ұйымдастырып жатыр, блогерлер де конкурс ұйымдастырып жатыр. Ол конкурсқа қарапайым халықтар қатысып жатыр. Бірақ оның ар жағында не жатыр? Не жатыр ар жағында? Ар жағында ол жерде де win-win деген техника. Яғни мен блогермін, мен конкурс, мені оқитын адамдар көп. Өйткені мен оқырмандарыма мен пайдалы ақпараттар жазып отыр, мені көп оқырмандар оқиды. Ал енді сетевиктер бар, инфобизнестер бар, яғни бизнес парақшалар бар ғой, өздерінің бизнестерін сата алмай жүрген. Олар пайдалы ақпараттар бермейді, сондықтан оларды оқымайды адамдар. Ал мен блогермін, мені оқиды, мен өйткені күнделікті тегін ақпараттарды берем. Мен сол үшін конкурс ұйымдастырам. Айтам, манағы Айгүл бар, Тамара бар, Камшат бар, Гүлшат бар, соларға айтам. Мен конкурс ұйымдастырам. Маған спонсор боласыздар ма? Менің адамдарым сіздерге тіркеледі. Зато мен сіздердің ақшаларыңызға ол адамдарыма мен тегін сыйлық берем.
там пароварка берем, iPhone 3 берем, iPhone 5 берем деген сияқты ғой. Сол сияқты мен сөйтіп келсем спонсорларға, спонсор болу 6000 теңге деймін. Маған 100 спонсор келеді 6000 теңгеден, например, я 100 спонсорда мен ақшасын қалтама қағып аламын. Сосын қарапайым халыққа айтамын: халқым, менің сүйікті оқырмандарым, мына спонсор дегендер, спонсорлардың барлығына тіркеліп алыңыздар, ал мен сіздерге iPhone 7 берем, немесе машина берем деп ше, например. Сондай конкурстар, яғни қарапайым халыққа қандай пайда? Қарапайым халық конкурсқа қатысып, сыйлықтар ұтып алады. Ал спонсорларға қандай пайда? Спонсорларға жаңағы менің оқырмандарым оларға бар тіркелді. Ал маған қандай пайда? Маған ақша келді. Міне көрдіңіздер ма? Блогерлер және де осындай конкурстар арқылы пайда тауып жатыр. Ал енді кейбір блогерлер инфобизнеспен де айналысып кетіп жатыр. Жалпы инфобизнесмендер көп Инстаграмда. Ана курсқа қатыс, бүгін тегін, ертең қатыс, бүгін анандайда тегін, мындайда тегін деп тегін конкурстар алып жатыр. Қазір оны воронка продажда мен түсіндірем. Ол не үшін тегін, оның ар жағында не жатыр? Не үшін адамдар тегін конкурстар, не үшін Инстаграмда көбейіп кетті? Менің өзім сіздерге тегін беріп жатырмын, яғни менің өзімнің курсымды сату үшін деген сияқты ғой. Әркімнің өзінің бір бас пайдасы бар. Яғни инфобизнесмендер немен айналысады? Олар біреу психологияны айтуы мүмкін, біреу SMM туралы айтуы мүмкін, біреу, мысалы, мен өзім дәрігермін да, например, деп айтайық, мысал ретінде, мен дәрігермін, мен кішкентай балалардың жаңағы дәрігерімін деймін, я. Онда мен кішкентай балалар туралы пайдалы ақпараттар берем. Мысалға, марафоным 2000 теңге, зато сіз үйіңізде балаңыздың алғашқы көмегін қалай жасау керек, балаңызға қалай массаж жасау керек, балаңыздың қалай жаңағыдай күту керек, қалай ұрып қалғанда қалай емдеу керек деген сияқты мен сізге балаңыз туралы жақсы пайдалы ақпараттар берем. 2000 теңге деп, мысалы, любой адам қазір марафон курс ұйымдастыра алады. Любой адам инфобизнеспен айналыса алады. Яғни инфобизнес деп отырамыз, сіз қай саладан мықты экспертсіз, сол салада сіз курс ұйымдастырасыз. Курстар қазір өте көп қой, например, арықтау марафонын жүргізіп жатырғандар бар, я. Арықтау марафоны не? Жүргізіп жатырған адамға не пайдалы? Ол ана адамдарға мотивация береді, қалай дұрыс тамақтану керектігін айтады, рецептерді айтады. Ал қатысып жатырған адам минимум 5-10 килограмм тастайды. Вот пайдасы солай бір-біріне. SMM мамандары тоже қалай Инстаграмды қалай дамыту керек, сол туралы айтады, адамдар соны үйреніп алады деген сияқты. Инфобизнестер, психология, например, психологиядан да өте жақсы инфобизнестер. Қазір инфобизнестер өте көп, яғни тағы да Инстаграмның бір пайдасы ол инфобизнеспен айналысу. Өзіңіздің салаңызды зерттесіз, сіз қандай салаға мықтысыз, қандай саладан сіз тоқтамай әңгіме айта аласыз, қай саланы жетік меңгересіз, білесіз, сол туралы сіз өзіңіздің курсыңызды ұйымдастырып, алдымен тегін беріп, одан кейін ақылы қылып солай пайда табуыңызға болады. Одан кейін сетевиктер, яғни қазір Инстаграмда табыс тапқыңыз келсе, сетевиктер өте көп та. Алыңызда там бәрін зерттеңіз. Oriflame бар ма, Avon бар ма, Global Trend бар ма, қандай сетевойлар бар. Мүмкін сіз сетевойдан жақсы табыс табатын шығарсыз. Солардың командаларына кіріп, өте жақсы мықты лидердің командасына кіріп, жақсы табыс табуыңызға болады. Сетевиктерден мен Инстаграм арқылы өте жақсы табыс тауып жатырған Ардаша деп айтар едім. NL компаниясына айналысады, например, өзінің блогын өте жақсы жүргізіп отыр. Ал жеке бизнесмендер, және сіз егерде бір бутикте, сондайларда жеке бизнесмен ипіңіз бар, например, или сіз салон красотыда наращивание ресниц жасайсыз, либо сіз осындай көйлектер сатасыз да, оның барлығын біз Инстаграмда өте жақсы дамыта аламыз, яғни тілін білсек. Егерде сіз Инстаграмда прямой эфирге шығып көрсетсеңіз, мысалы сіз киім, көйлек сатасыз делік, я, аласыз, сіз көйлегіңізді, например, өзіңіз бір көйлек киюге бір модельді жалдап, сол модельді сол бүкіл көйлектермен түсіріп әдемілеп, сосын бір жағына видеолар салып, солай әдемілеп жүргізсеңіз, қандай тауарлар келіп жатыр, қандай тауарлар кетіп жатыр, қалай өтіп жатыр, барлығын жаңағы имя пользователя барлығын сызғытып толтырып қойсаңыз, қазір мен мысалға Ақтөбе қаласынанмын, мен өзім Ақтөбенікімін, бірақ мен Ақтөбенің әлі Инстаграмдары, мысалға, именно мысалға кей кезде болады бір
көйлек іздеп қаласың тойға, немесе там кішкентай қызыңа там юбка іздеп қаласың аяқ астыда. Сонда іздеп қалсаң, инстаграмдарын әлі ешкім толтырмаған, дұрыс толтырмаған, яғни. Сондықтан да егер де сіз инстаграмда өте жақсы толтырсаңыз, оның барлық бүкіл бизнесті қазір инстаграмда жақсы дамытуға болады. Яғни сонда инстаграмда кімдер пайда тауып жатыр? Блогерлер, сетевиктер, жеке бизнесмендер, SMM мамандары, бизнес инфобизнестер. SMM маманы деген кім? Ол SMM маманы осы инстаграмда немесе әлеуметтік желілерде адамдардың мысалы болады, маған бір сетевик келеді, например, сетевой компанияда айналысатын мықты лидер келеді. Ол айтады, мен SMM-нен ешқандай хабарым жоқ, мен инстаграмды дамыта алмаймын, пост жаза алмаймын, фото, видео контент жасай алмаймын, парақшаны жан-жақты дамытуды білмеймін, таргетинг жасауды білмеймін, мен қалай дамыта аламын деп сұрайды да. Ал мен аламда оның соңғы бір айға постын жасап берем, видео контент, фото контент, таргетингін жасап берем да, парақшасын моментально охватын ұшырып жақсылап істеп беремін. Зато 50 мың теңге, 60 мың теңгені қағып аламын. Сондай SMM мамандар көп та. Мысалға текст жазып беру ақысына, видео жасап беру, фото жасап беру, парақшасын жан-жақты дамытып беру, солай сіз SMM маманы болып та табыс таба аласыз. Яғни одан кейін мысалға келесі біз конкуренттерге анализ жасайық. Например, егер де сіздің қандай да бір мақсатыңыз бар, сіз, например, кім болып, сіз сетевой мамансыз да, например, сетевойда жұмыс жасайсыз. Одан кейін сіз өзіңіздің парақшаңызды дамыту мақсатында өздігіңізден дамытпай-ақ, лучше кумирлерге, блогерлерге, конкуренттеріңізге анализ жасағандарыңыз жақсы. Любой адамға айтайын мен, егер де парақшаңызда 100% дамытқыңыз келсе, онда міндетті түрде сіздің 3 кумиріңіз болу керек. 3 кумир деп отырғанымыз ресейліктен бола ма, ол қазақстандық бола ма, ол Турциядан бола ма, ол сіздің 3 кумиріңіз болу керек. Менің өзімнің 3 кумирім бар. Таңертең тұрамда, кірсем ол жұмысыма, сол кезде ана үшеуінің инстаграмдан қарап шығам. Сол үшеуі не жасап жатыр, бүгін постқа не салды, бүгін қандай контент жазып жатыр, бүгін лентаға не салды, аламда мен қарап аламда, өзіме түртіп аламда, және одан ерекшеленемді өзімнің оқырмандарыма ұсынамын. Например, өзім сол бағытта өзім қалай түсіндім, соны қабылдаймын да, солардан қалып қоймас үшін олар маған не береді? Олар маған идея береді, олар маған энергия береді, олар маған күш, яғни солай маған мотивация береді да, допустим. Сол себепті сіздер өздеріңіз, например, сетевой компанияда айналысасыз ба, онда парақшадан аласыз, жазасыз, например, сетевой осындай да осындай, кім жақсы жүргізіп жатыр сол сетевойда, соларды жазып аласыз. Және жалпы парақшада, инстаграмда маған барлығы конкурент, сізге де барлығы конкурент. Яғни барлығы конкурент деп отырамыз. Инстаграмда кім бар, соның барлығы бір-біріне конкурент. Яғни, например, мен өзімнің SMM курсымды сатып отырам да, мен действияға шақырмасам, ол адам барып та, Айнұрдан барып торт алуы мүмкін. Ақшасы кетіп қалды тортқа, ал менің SMM курсына қатыса алмауы мүмкін, допустим. Сол сияқты ол барлығы бір-біріне конкурент. Сондықтан инстаграмда жалпы күшті жүргізіп отырған адамнан біреуін, өзіңіздің салаңызда жақсы жүргізіп отырған адамның біреуін, және тағы ресейлік, шетелдіктерден тағы бір кумир тауып алыңызда, солардың күнінде идея аласыз. Сіздің, мысалы, мен SMM мамандарынан шетелдікте SMM мамандарын жиі қарап отырам да, олар не пост жазып жатыр, историестеріне не салып отыр, солардан идея алып, өзіме сондай мотивация қойып, сондай жоспар құрам. Сіздер де солай жасау керексіздер. Бүгіннен бастап кумирлеріңізге, танымал блогерлерге анализ жасап, өздеріңізге жазып алыңыздар. Және постоянно әдемі, жақсы жүргізіп жатырған адамдардың посттарын оқи беретін болсаңыз, сіздер де өмірге жақсы құштарланып, инстаграмға бөлек көзқарасыңыз басқаша өзгереді. Және де ең маңыздысы ол бізде инстаграм воронкасы. Жалпы воронка деген ол сүзбе, сүзгі. Сол біз воронканы қалай жасауымыз керек? Алдымен сіз өзіңіздің мақсатыңызды құрып аласыз, немен айналысасыз? Сізге инфобизнес жақын ба, сізге сетевой жақын ба, блогер болғыңыз келе ма? Өзіңіздің неңізді жеке бренд ретінде дамуға болады, например. Өзіңіздің мақсатыңызды нақтылап аласыз. Мысалы, мен SMM маманын таңдадым. Жазып қойдым, SMM маманы. Одан кейін SMM маман не істейді?
адамдардың инстаграмдағы проблемасын шешіп береді. Яғни курстар өткізу арқылы немесе парақшасын жүргізу арқылы адамдардың проблемасын инстаграмдағы бизнестерін 100 есе жүргізіп береді. Ал енді сол тақырыпты мен ортаға қоюым керек. Мысалға былай айтам: қазір деген инстаграмда барлығы жақсы дамып жатыр. Осы инстаграмда бүкіл бизнесмендер өздерінің бизнестерін жақсы жүргізуге болады. Әрине ол тілін білсе деп, например, сізде де сондай проблема бар ма деп ортаға қоям. Сосын проблемасы, сіз немен айналысасыз, сізде инстаграмды жақсы білесіз ба деген сияқты проблеманы мен ортаға қоюым керек. Бұл барлығында басында бар проблема, инстаграмды дұрыс білмеу, кілтін білмеу, ол проблема ма? Проблема. Мен ісіме маманым ба, сол проблеманы ортаға қоям. Одан кейін мен сол клиенттерге сұрақ қойдым ғой. Одан кейін барып сол клиенттер, менде проблема бар деді ма, одан кейін мен өзімнің ұсынысымды білдірем. Мен осы проблемаларды шеше алам. Менде осындай инстаграммен миллион деген курс бар. Бұл курста сіздер осындайдың барлығын меңгере аласыздар деп, мен сол проблеманы бірінші ортаға қойдым. Одан кейін проблеманы шешу жолын айтам. Одан кейін, мен өзімнің ұсынысымды көрсеттім. Сосын барып мен аудиторияны іске қосуым керек. Аудиторияны іске қосу деп отырғанымыз, осындай тегін сабақтар беріп, аудиторияны өзіме шақырып алуыма болады. Мысалға, бүгін осындай тегін сабақ беремін, осындай кешегі проблеманы шешуге байланысты, инстаграмда бүкіл барлығын құпиясын білуге байланысты деп. Сосын адамдар маған келеді, менің курсымды қарайды, сосын барып олар не істейді, ұнап қалады, например. Содан кейін барып мен өзімнің нақты мақсатымда тұрған курсты предлагать етем, например. Менде осындай курстар бар деген сияқты. Сол сияқты әркім осы инстаграмның воронкасы қалай жүріп жатыр, жаңа тегін курстардың ұйымдастырылуы, мысалы, например, бизнес бастауда да солай да, допустим, бизнес бастауда не істейді, бірінші проблеманы ортаға қояды, сосын барып оларды бүгін мінекей соңғы күн деп тегін сабақтар береді, содан кейін барып айтады 150 мыңның осындай аламанға 10 күн атты жаңа осындай бастамамызға қосылыңыздар деп айтады да, например. Соның барлығы инстаграм воронкасы. Яғни оның барлығы алдымен сіздер пайдалы ақпараттар беру арқылы, сосын барып пайдалы ақпараттарды бергеннен кейін барып оқырманға, содан кейін барып сіздің сатуға құқыңыз бар. Мен мысалы басында 1 жыл бойына тегін сабақтарды өте көп жүргіздім, например. Солай тегін ғажайып таң деген марафондарым болды, инстаграм құпиясы деген тегін марафондарым болды, әйел энергетикасы деген тегін марафондарым болды, мысалы ретінде. Сондай тегін нәрселерді беру арқылы сіз өзіңізді көрсетесіз. Сіздің бизнесіңіз жүреді, когда сіз өзіңізді жан-жаққа көп көрсете берген кезде. Воронка деп отырғанымыз сол, әр жақтан сіз активный бола берсеңіз, сіздің воронкаңыз жақсы жүзеге асады. Егер де сатылым, мысалы, сатылым сүзбесіне сіз өзіңіздің сатылымыңызды көп жерге көрсетсеңіз, көп адам қарайды, көп адам қараса, сізге көп адам хабарласады. Көп адам хабарласқаннан, қандай да мысалы 10 адам хабарласа, оның 3 адамы сіздің бизнесіңізді жүргізуі әбден мүмкін. Ол бізде бірінші бөлім. Бірінші бөлімде біз не істедік? Инстаграм алгоритмін, инстаграмның воронкасын, инстаграмда табыс көздерін, соның барлығын айтып кеттік. Енді біз нені айтуымыз керек? Біз контент түрлеріне тоқталамыз. Жалпы инстаграмда жүріп жатырған аудиозапистерде, видеозапистерде, тексттерде, жаңағы сториске шығып жатырғаныңыз, лентаға шығып жатырғаныңыз, сіздің прямой эфирге шығып жатырғаныңыз, просто пост салғаныңыз, просто фото салғаныңыз, барлығы бізде контент. Барлығы бізде контент болып табылады. Сол контенттің инстаграмда біз қандай түрлерін шығаруымыз керек? Ол бірінші сатылыма келетін контент, ақпараттық контент, ойын-сауықтық контент. Осы 3 контентті біз бір-бірімен алмастырып шығарып тұруымыз керек. Сатылыма келетін контент деп отырамыз, ол сіздің өзіңіздің, например, сіз сетевой маркетингпен айналысатын болсаңыз, сіз өзіңіздің компания туралы айтатын ақпараттарыңыз, компанияның спонсорыңыз кім, сіз қандай статустасыз, қашан келдіңіз, неге қызықтыңыз бұл компанияға, компанияның маркетингі қандай, тауарлары қандай акциялар жүріп жатыр, қандай жаңалықтар жүріп жатыр, осының барлығы бізде сатылыма келетін контент. Ойын-сауықтық контенттерге конкурстар, психологиялық тесттер, сұрақ-жауап айдары,
мысалы бар ғой, өзім туралы 8 шындық, біреуі өтірік деген сияқты, неше түрлі ойын сауықтық, яғни жұмбақтар қою деген сияқты, өлеңдетіп пост жазу, оның барлығы бізде ойын сауықтық контентке жатады. Және ақпараттық контенттерге бізде постоянно инстаграмды қарасаң, біреулер тек қана сатылыма келетін контенттерді жасай беруі мүмкін. Мен осындай да жасаймын, менен алыңыздар, міне бүгін мындай сатам, ертең мындай сатам деп. Ол невозможно. Бір мезгіл ақпараттық контент беруіңіз керек, бір мезгіл сатылыма келетін контент, бір мезгіл ойын сауықтық контент беру керексіздер. Сонда ол жүйелі болады. Енді сіздер контентті жалпы жоспарлау керексіздер, да? Мысалға, бір айға жоспарлап қою керек. Бүгін мынандай жазам, ертең мынандай жазам, арғы күні мынандай жазам деп. Жоспарламай, аяқ асты, қалай болса солай контенттерді жарияламау керек. Яғни лентаға мен айтам, постоянно мұқият болыңыздар. Лента анау-мынау базарить ететін, мусорларды тастайтын жер емес. Лента өзіңіздің үйіңізді қалай жинайсыз, лентаны тап-таштай қылып солай жинап қойыңыз керек. Ал историске можно жарнама жіберуге, историске бардачить етуге болар. Ал историс өткен 24 сағаттан кейін кетіп қалады ғой. Ал лента ол сіздің бет бейнеңіз, сіздің айнаңыз лента деген. Қазір деген бұрында былай еді ғой, адамның киіміне қарап қарсы алады, сөзіне қарап шығарып салатын еді ғой. Ал қазір бәрі инстаграмына қарап қарсы алатын болғанда, сондай заманға жеттік та. Инстаграмда подписчик көп болса, жаңағы мынандай жаңағы білімді деп, инстаграм арқылы сіз өзіңіздің білімді екеніңізді, жан-жақты екеніңізді, жаңашылдыққа құмар екеніңізді барлығын өзіңіздің тума-туыстарыңызға, достарыңызға, класстастарыңызға көрсетіп дәлелдей аласыз. Яғни контентті жоспарлағанда қалай жоспарлаймыз? Конкуренттердің блогы ол бірінші. Яғни конкурент жаңағы кумирлеріңіз болсын, конкуренттердің блогы бірінші очередте. Конкуренттер не жазып жатыр, қалай жазып жатыр, қалай ұсынып жатыр, не ұйымдастырып жатыр. Солардан сіз контентті жоспарлағанда идея ала аласыз. Одан кейін бар басқа желілер бар, Facebook желісі бар, Twitter желісі бар, ВК бар, Одноклассники бар, Google бар, например. Солардан мысалға бүгін мен сұлулық туралы пост жазғым келеді. Допустим, мен әйел адамдарға арналған пайдалы ақпараттарды берем. Мен бірақ сұлулыққа қатысты пост жазғым келеді деймін да. Аламда Google-ге жазам. Шаштың қайызғағын кетірудің әдістері деймін. Анда маған оны да әдіс жазып берді. Бірақ мен оны Википедия болып сол бойда көшіріп алмаймын. Көшіріп алып өзіме жазып қоймаймын. Мен оны оқимын да, оны өз сөзіммен өзімнің оқырмандарыма ұсынамын. Яғни өзге адамның посттарын көшіріп алыңыздар деп жатырған жоқпын. Сіз просто идея аласыз, ол адамды оқисыз, мына адамды оқисыз, одан идея аласыз да, сіз оны қалай, сол ақпаратты қалай түсіндіңіз, соны солай оқырмандарыңызға ұсынасыз. Яғни біреуді бірге бір көшіріп алуға ни в коем случае инстаграмда болмайды. Тек қана адамнан идея алып, оны өзіңізше, өзіңіздің мясорубкіден өткізіп, солай оқырмандарыңызға ұсыну. Ал мысалға, менен де идея алатындар бар, біреулер бар, менің постымда дәлме-дәл көшіріп қоятындар бар да, например. Ол белгілі ғой, адамды басқа біреуден көшірген екен, олай сіз ұтпайсыз. Сіз просто сол адамнан идея алдыңыз, постын оқыдыңыз ба, оны өздігінше өзгертіп, мясорубкіден өткізіп, өзіңіздің жаргондарыңызды қосып ұсыну деген сияқты. Одан кейін қазір не? Журналдар бар. Мысалға, менің өзім психологияны өткізетін болсам, журналдарға жазылып қояр едім, әйел адамдарға қатысты. Журналдарда да өте күшті мақалалар болады ғой. Ол журналда бірге-бір мен оқырмандарыма ұсынбаймын. Мен просто сол журналдан керекті нәрселерді аламын да, соны өзімнің ой санамнан өткізіп, фильтрімнен оқырмандарыма ұсынамын. Кітаптар бар, қазір мотивациялық кітаптар өте көп да. Қазір мен бұйырсам сіздерге мотивациялық кітаптар беретін болам. 20-дан астам мотивациялық кітаптар берем. Мына Шырын ханым деген парақшам бар ғой, сол жақта мен телеграмға ссылка беріп қойдым. Телеграмға сілтемеге өтіңіздер, сосын менен сол жақтан осы бүгінгі болған сабақтың нелерін аласыздар, жаңағыдай жазылып қойған презентацияларын аласыздар, және кітапты сыйға беретін болам, жақсы ма? Сосын кітаптардан идея алуға болады. Например, ақша және мен деген кітаптар бар. 9 кітаптан тұратын мотивациялық кітаптар бар. Солардан идея алып,
өздеріңізге күшті қылып жариялауға болады. Бұл контентті жоспарлаудағы идея. Енді біз өтімді текст жазудың құпиясымен бөлсек, жалпы пост жазар алдында біздер мақсат қоюымыз керек. Яғни мен не туралы жазайын деп отырмын. Мен бұл пост жазып бастадым, ладно, пост жазып жатырмын. Мен соңында не нәрсеге жетуім керек. Яғни мен басында, например, курсты сатуым керек па? Значит, мен басында бастайын да, ана құдықтың қасынан айналып, соңында мен все равно сол курсты сатуыма әрекет ететін пост жазуым керек. Яғни пост жазғанда мақсат құру керексіздер. Мақсаты мен мынаны сату жолындағы постты жазуым керек. Яғни түпкі мақсатына қуып кетпей далаға, сол мақсатты құрасыз. Например, бірінші абзацында мен өзімді таныстырып алам, одан кейінгі абзацта мен бұл парақша не туралы болады, соны түсіндіріп алам, соңында мен алдағы уақытта не жазам, сол туралы түсіндіріп алам деген сияқты А, Б, В деген мақсатты, яғни жоспарды құрып қою керексіздер. Сол кезде өте жақсы контент шығады. Және де пост жазғанда жалпы біреулері бар да, например, біреуге еліктеп, бір күшті қылып, бір соншама әспеттеп жазуы мүмкін да, немесе орысша білмейді, бірақ орысша посттар жазады. Жоқ, бұл дұрыс емес. Сіз өзіңіз қалай өз сөзіңізбен жазу керексіз да, өзіңіз қалай оқисыз, өзіңіз қалай сөйлейсіз, солай посттарыңызды жазу керексіз. Яғни міндетті түрде жаңағыдай әспеттеп, әдемілеп жазыңыз демейміз. Өзіңіздің ойыңызбен, өзіңіздің сөзіңізбен постты солай жеткізу керексіз. Өзіңіздің жүрегіңізде қалай сол ақпаратты қабылдап тұр, сол жүрегіңізді оқырмандарға ұсыну керексіздер. Және де пост жазғанда міндетті түрде араларына өзіңіздің смайликтеріңізді қосып, оқығанда адам эмоция алу керек. Вот сол бірінші очередте. Яғни адам сіздің постыңызды оқығанда соны эмоциямен оқиды. Егер де сіз шын жүрекпен жазсаңыз, эмоция тудыратындай пост болу керек. Сосын мысалы бар да, отырып алып, мен не жазсам болады, мен вообще жаза алмаймын, маған мүлдем идея келмейді, мен пост жазуға деген жоқпын мен деп айтатын оқырмандар болады. Менде даже екінші сабақта копирайтинг сабағы, осында пост жазыңыздар десем, солай айтатындар бар. Жоқ, просто отырыңыз да, мен пост жазам деп ойыңызға не келеді, соны жазып шығыңыз черновой чатқа. Тупо бастап кетіңіз. Мысалы, адам деген, ой, менде аппетит жоқ, аппетит менде вообще мүлдем жоқ деп отыра бермейсіз ғой. Сіз деген су ішкеннен кейін бар, тамақты жегеннен кейін бар, ары қарай аппетитіңіз ашылады. Сол сияқты жазбай тұрып, мен тіпті жазбай тұрып бар ғой, мен жаза алмаймын деп өзіңізді артқа тартпаңыз. Сіздің қорқынышыңызды артқа тастаңыз да, мен жаза аламын, мен жазуым керек, менен күшті пост шығады деп өзіңізге мотивация беріп, аффирмацияңызды айтып бастап кетесіз. Мысалы, тақырыпты қоясыз, например, сұлулықтың 10 әдісі, сұлулықтың қандай 10 әдісі бар, соны жазып қоясыз. Вот осы идеяны солай тудыруға болады. Одан кейін текст соңында, мысалы, сіз ладно, қалай солай жазып болдыңыз, текст соңында соны тексермей отправить етіп жіберетіндер бар. Жоқ. Қателерін тексересіз, грамматикалық тұрғыдан қате жібермеңіздер. Қай жерін, мысалы, мына жазғанда деген сөзді қалай әдемілеп өзгертуге болады деген сияқты тағы да бір ойлану керек болады. Мына пост тағы да мен қалай бір өзгерте аламын, мына жеріне бірдеңе жетіспей тұр, ол жеріне тағы не қоссам болады екен, мына жерге бір қоссам тұздығын қосып жіберейінші деген сияқты. Менің өзім постты жазғаннан кейін бір ойланамын, мына жердегі сөз артық болып тұр, алып тастайыншы, мына жерге мынандай сөз қосып жіберейінші, мына жерінде бір эмоция тудыратындай сөз қосып жіберейінші деп текст соңында тағы да бір тексеріп, оның қатесіне, ең бастысы қатесіне мән беру. Біз уже ересек адамдармыз, қате жазу біздерге ұят болады. Сондықтан қатесіне, тыныс белгілеріне мән беру керек. Сосын смайликтерді көп қоймаңыздар. Және де, мысалға, егер де сіз сатылым әкелетін пост жасатын болсаңыз, міндетті түрде өзіңізді белгілеп кету керексіз. Яғни өзіңізді мысалы соның ішіне кірістіріп жіберу керексіз деген сияқты. Сосын мысалы пост соңында, например, кейбір сіздің күшті жазылған посттарыңыз болса, аны басып, былай өзіңіздің парақшаңызды ішіне кірістіріп жіберіңіз, яғни парақшаңызды белгілеп кетіңіз. Одан кейін текст соңында міндетті түрде іс-әрекетке шақырыңыздар. Іс-әрекетке шақыру деп отырғанымыз, мана мен айттым да, лайк баса қойыңызшы, комментарий жазып жіберіңіз, немесе жаңа сұрақ қою,
адамдарға сұрақ қоясыз. Например, сізге мен өзімді таныстырдым, ал енді сіз таныстырыңызшы деп адамға сұрақ қою арқылы іс-әрекетке итермелейді. Маңыздысы тағы да ол өз стилімізді қалыптастыру. Өз стилімізді деген, мен шырынмын ба, мен шырын ретінде өзімді қалыптастыруым керек. Сіз манчиксіз ба, сіз манчик ретінде өзіңізді қалыптастыру керексіз. Даже жазғаныңыздың өзі, мен мысалға сіз сияқты жаза алмаймын, сіз мен сияқты жаза алмайсыз. Бірақ біреуге мықты қатты еліктеудің қажеті жоқ. Өмірде қалай барсыз, солай жазыңыз да. Сосын жазғанда да мысалға өз-өзіңізге не уверенді болмаңыз. Мен жаза алмаймын, мен қолымнан келмейді, мен жазсам менің тума-туыстарым не ойлайды, айтатын шығар, мынау деген қуып жүрген бір адам деген сияқты. Мысалға, или басқа да менің жазғанымды қабылдамай қала ма деген сияқты қорқыныштар болмасын. Өзіңіз қалай, өзіңіз жазғанда өзіңіздің көңіліңізден шықты ма, значит, сіздің жүрегіңізден өзіңіздің жазғаныңыз өзіңізге ұнап шықты ма, значит, ол басқасына да ұнайды. Соған 100% уверенді болыңыз. Мысалға, бізде әйгілі, қазір атағы әйгілі Құралай ханым бар емес па? Соның өзі басында просто жаза берді. Например, бір ауылдың қарапайым қызы болды, допустим. Жаза берді, ал қазір қандай деңгейге көтерілді. Сол сияқты әркім өзінің стилін қалыптастыру керек. Мысалға, мана айттым, хэштегті көп қолданбаңыздар деп. Бірақ та сіз, например, 3 тақырыпта пост жазасыз. Біреуі сатылымға келетін контент, біреуі ақпараттық контент, біреуі ойын-сауықтық контент деп. Немесе сіз бір менің хикаям деп, мысалы, менің келін болу хикаям деп хикая жазуыңыз мүмкін да. Сол хэштегті сондай уақыттарда өзіңіздің жеке хэштегіңіз болу керек. Яғни өзіңіздің жеке хэштегіңізді қалыптастыру керексіз. Ол қалай? Мысалға, біздерде лайк таймдарға қатысып жатырғанда белгілі бір хэштегті береді. Осы хэштегті қолданыңыздар, сол жерден сол хэштег бойынша барлығына лайк, комментарий жазып шығасыздар деп. Хэштегті не үшін қолданады? Хэштег деп отырғанымыз мынандай решетка. Решетканы білетін шығарсыздар. Барлықтарыңыз хэштег деген не деп Google'дан жазсаңыздар, сіздерге айтып береді хэштег дегеніміз не екенін. Яғни хэштегті қолдансаңыздар, сол хэштегтің үсті дұрыс хэштег, дұрыс жазылған хэштег ол көкке боялып тұрады. Ал қате жазылған хэштег ол қара болып тұрады. Сондықтан сол көк хэштегтің ішін бассаңыз, сол хэштегті өзінің постына кім салды, сол адамдардың бүкіл посттары шығады. Кім сол хэштегті қолданып пост шығады, сол адамдардың посттары сол хэштегтің ішінде бәрі жинақталып бір папка болып тұрады. Ал енді сіздің, мысалға, өзіңіздің жазатын хикаяларыңыз бар делік. Например, менің келіндік өмірдегі хикаям деп. Ал астына менің решетканы жазып, менің хикаямды жазып қойыңыз. Сол хэштегте және де сөз жазғанда, мысалы, екі сөз жазасыз, менің хикаям деп екеуін бөліп қойсаңыз, менің деген ол хэштег болып қалады, хикаям деген далада жатқан қап-қара болып қалады. Сондықтан екеуінің ортасына немесе нижний пробел қою керек, немесе біріктіріп жазу керексіз. Енді сіз өзіңіздің хикаяларыңызды жазатын болсаңыз, өзіңіздің хэштегіңізді қалыптастырасыз. Сосын оқырмандарға айтасыз, егер де менің хикаям сіздерге қызықты болып жатырса, онда мына хэштегті басу арқылы менің бүкіл историямды оқып шығуыңызға болады деп. Немесе сіз сетевой маркетингте жұмыс жасайсыз, сіз сетевой туралы сатылым әкелетін посттарды жазып жүрсіз. Ал астына хэштег қойып қоясыз, менің бизнесім деп. Соның құрметті оқырмандар, егер де сізге менің бизнесім қызықтырып жатырса, онда мына хэштег арқылы сіз менің бүкіл сатылым әкелетін контенттерімді оқи аласыз, біріктіріп қоясыз. Сол хэштегке кіретте оқырмандар сіздің бүкіл постыңызды, сол сатылымға арналған постыңыз, 100 постыңыздың ішінде 10-15 постыңыз сатылым әкелетін пост болса, соны біріктіріп тек қана соларды оқиды. Ары қарай, мана айта кеткенде, қалай өмірде барсыз, сөйлейсіз, солай жазу керексіз. Яғни, мысалы, сіздің белгілі бір жаргондарыңыз болуы мүмкін. Мысалы, атыраулықтар бар, не зат, сабақтыда не сабақ болып жатыр десе, олар не зат болып жатыр деген сияқты бір сондай бір сөздер, әр жақтың, қазақта әр жақта әртүрлі сөздер бар да, жаргондар. Өля деп жазатындар бар, мә деп жазатындар бар деген сияқты. Сол сияқты өзіңіздің қалай өмірде қандай жаргондар қолданасыз, сондай жаргондарды өзіңіздің неңізге текстіңізде қолдануыңызға болады. Мысалға, біреу
мәселен деп түсіндіруі мүмкін, біреуі яғни деп түсіндіруі мүмкін деген сияқты. Әркімнің өзінің бір қолданатын сөздері бар. Мен мысалға көп текстінде байқасаңыздар, жалпы алғанда, жалпы айтқанда деп жалпы деген сөзді көп қолданамын. Сол сияқты мысалға әркімнің өзінің бір сөздері болады. Сондай бір сөзді міндетті түрде постоянно қолдану керексіз да. Яғни өзіңіздің қалай өмірде сөйлейсіз, солай текстіңізге сондай жаргондарды қолдануыңыз, ол өз стиліңізді қалыптастырады. Яғни оқырмандар уже біледі да, сіздің жалпы деп сөз мысалы болады ғой, енді жалпы алғанда мен мынаны талдағанда, жалпы айтқанда мен мынаны деп өзіңіздің әркімнің өзінің сөзі болады. Соны да текстте солай қосқаныңыз дұрыс. Сосын өзіңізге ұнайтын 3 түрлі смайликті таңдап алыңыз. Например, пост жазғанда абзацтарға бөлеміз ғой. Сол әр абзацқа мысалға мен розовый гүлдерді қолданамын, смайликтерді, допустим. Сол сияқты өзіңіздің смайликтеріңізді қолдануыңызға болады. Қазір мен сіздерге инстаграмдағы посттарымның нелерін көрсетейін. Иә? Міне қараңыздар, мына жерде посттар. Мына жерде, например, просто без смайлика 1, 2, 3, 4 деп қойғанмын. Мынаны көрейін. Міне, көрдіңіздер, мына жерде смайлик, например, менде 3 бұрышты смайлик. Сонымен оформление жасап қойдым. Сондай әр текстеріңізге оформление жасау керексіздер. Мына жерде уже көк әртүрлі нелер, смайликтер, иә. Пост жазғанда, сосын мысалы мынандай абзацтарға бөліп, осыны неше түрлі өзіңіздің образыңыздағы нелерді осылай оформление жасап қою керек. Мен әрдайым осындай неше түрлі смайликтерді қолданып пост жазамын. Сол сияқты өздеріңіздің, мысалы мына постта не, мына просто не ғой. Міне, мұнда да мен тоже міне көрдіңіз, 3 бұрышты осындай қызыл смайликті қолдандым. Солай әр адамның өзінің сондай смайлигі болса қолданатын. Мысалы, постоянно қолданатын болсаңыз, сондай смайликтерді өте керемет болады. Так, қазір. Сосын текстті әрлеуде өзіңізге тән стильді қалыптастыруыңызға болады. Например, абзацтарға бөлу, немесе постоянно бір жаңа роза деген смайлик бар ғой, соны постоянно қосу арқылы сіз өзіңіздің стиліңізді солай қалыптастыра аласыздар. Енді тағы да жалпы менде көбісі оқырмандар бар да, келгенде маған айтады да, менің оқырманым жоқ па, әлде менің жазған постымды ешкім оқымай ма, мен түсінбеймін да. Мен жазам, я лайк баспайды, я сохранение баспайды, я пост жазбайды, не істеуіме болады деп айтатын оқырмандар бар да, негізі жетерлік. Просто сіз ең бастысы өзіңіздің сапалы жүргізіп жатырғаныңызға уверенні болыңыз. Ең бастысы сол. Сіз жаңа бүкіл алгоритмді сақтап, бүкіл парақшаңыздың визуалын дұрыстап, әрбір постыңызды өте жақсы жүргізіп жатырғаныңызға сіз уверенсіз ба? Значит, болды, без проблем. Өйткені оқырмандар әртүрлі болады. Эксперт оқырмандар болады. Эксперттер деп отырғанымыз, мысалға, жұлдыздардың парақшаларына кіріп қарасаңыздар, мысалға болады да, өзінің бизнестерін жазып кететін оқырмандар болады. Мен өзінің бизнесіне сол жұлдыздың, мысалы, сіз Ерке Есмаханның парақшасына кіріп комментарийларын оқып жатырсаңыз, сол комментарийге өзінің бизнесін жарнамалап кететін оқырмандар бар. Олар эксперттер. Және ақылдылар болады, неше түрлі сіздің постыңызға неше түрлі ақыл айтып кететін оқырмандар болуы мүмкін. Және сіздің өзіңіздің фанаттарыңыз болуы мүмкін. Фанаттар деп отырғанымыз, олар қандай оқырмандар? Олар сіз не жазсаңыз да сіздің жазбаңызды қолдап отырады. Например, менің фанаттарым менің өзімнің оқырмандарым. Менен курсы бітіріп кеткен оқырмандар мені әрдайым бақылап, қарап, мені қолдап, қолпаштап, не жазсам да лайк басып, не жазсам да комментарий жазып, пікірлерін білдіріп кетеді. Немесе менің тума-туысқандарым, фанаттарым, тума-туысқандарым тоже лайк басып, комментарий жазып, мені әрдайым қолдайды. Сол сияқты әр адамның өзінің фанаттары болады. Кейбір адамдар фанаттарын өздері қолдан жасап алып жатады, яғни неше түрлі лайк таймдарға қатысып, коммент таймдарға қатысу арқылы өзіңіз фанаттарыңызды қолдан жасап алуыңызға болады. Одан кейін тусовщиктер. Яғни тусовщиктер деп отырғанымыз, егер де сіз, например, қазір бүгін жазыңызшы,
Мен деген сіздерге 200 кітап тегін берем. Егер де сіз мына постқа маған кітап керек деп жазсаңыз, мен сізге тегін берем. Немесе мына постқа 3 оқырманыңызды белгілеп кетсеңіз, мен сізге тегін кітаптар берем деп жазсаңыз, онда андай тусовщиктер деген жүгіріп келіп, маған керек кітап деп 3 досын белгілеп, солай активны болып кетеді. Әшейінде үндемей отыра береді былай, тусовщиктер үндемей отыра береді былай. Сіз бірдеңе бір тегін берем, тегін курс, тегін кітап, тегін бір нәрсе деп, мысалы, тегін 2000 теңге берем, кім комментарий жазады, мен 2000 теңге берем десеңіз, момент жетіп келетіндер олар тусовщиктер. Яғни қай жерде конкурс бар, сол жерлерде жүретін оқырмандар тусовщиктер деп атайды. Бақылаушылар деген бар. Мысалға, мен өзім көп жағдайда бақылаушымын. Өзге адамның парақшасын оқимын, жаңағы фанаттардың парақшаларын оқимын, мықты блогерлерді оқимын да, лайкта баспаймын, комментарий баспаймын, шығып кетуім мүмкін. Ал кей кезде ұмытпасам лайк басып, комментарий жазып, пайдалы болды деп жазам. Кей кезде уақытым болмаса, керегімді алып алам да шығып кетем деген сияқты. Сол сияқты неше түрлі оқырман болады сіз сияқты, яғни бақылаушы оқырмандар болады. Сізді, мысалы, маған кей кезде курсыма адамдар қатысарда бүйтіп айтады да, мен сізді уже 1 айдан бері бақылап келе жатырмын деп. Сосын айтасың, қайда парақшаңыз қандай, мен қазір тексеріп көрейін деп. Сөйтіп кірсең, парақшасын аласың, кірсең ешқандай лайк баспаған, ешқандай комментарий жазбаған. Яғни ол бақылаушы. Мені 1 айдан бері бақылап келді да, соңында менің курсыма жазылды деген сияқты. Сол сияқты сізде де бақылаушы оқырмандар болуы мүмкін. Ол бақылаушылар өте көп қазір Инстаграмда. Просто так ешкімге лайк баспайды, ешкімге комментарий жазбайды. Ең бастысы, сіздің ақылатыңыз өсіп жатыр ма? Өсіп жатыр. Лайк пен комментарийға қарап қалған еш нәрсе жоқ. Ең бастысы, сіз сапалы дүние жасап жатсаңыз болғаны. Одан кейін хейтерлер бар. Хейтер, жаным хейтер деп неше түрлі әншілердің өлең шығаруы ол тектен текке емес. Кейбір негативный сондай адамдар болады, өшін кімнен алаларын білмей жүреді де, сондай жұлдыздарға, немесе сіз там бір нәрсе салып қойсаңыз, ой, мынау ма, өтпейтін курсыңды неге айта бересің, анау деп жазатын адамдар болады. Сол сияқты сіздерді сондай адамдар оқуы мүмкін. Ал енді ең маңыздысына келейік. Бізде Инстаграмда жалпы бәрі ең бастысы ол фото контентіңіз дұрыс болу керек. Фото контент ол ең бірінші аватарыңыздан басталады. Аватарыңыз әдемі болса, адамдар кіреді, профиліңіздің оформлениесіне қарайды, одан кейін страница оформлениесіне қарайды. Адамдар визуал арқылы әдемі парақшаға, мысалға айтайықшы, сіздің парақшаңыздың қорапшасы. Сіз, например, шоколад жейін деп атасыз, 2 түрлі шоколад болады. Біреуінің қағаздан жасалған, онша емес сыртышы, ал екіншісі жылтыраған, әдемі, качественный қорапталған, например. Сіз қайсысын аласыз? Сіз әдемі қорапталғанды аласыз. Қой, бағасы 1-2 есе қымбат бола берсін. Немесе 2 зат тұр, екеуінің бағасы бірдей, қайсысын аласыз? Сіз жаманын алмайсыз, сіз әдемі қорапталған аласыз. Хотя сіз ішінде не барын білмейсіз. Оның іші качествосы қайсыныкі жақсы екенін білмейсіз. Аласыз да сіз жақсы қорапталған аласыз. Сол сияқты біз өзіміздің фото контентімізге мән беруіміз керек. Біз әр фотоны, например, ладно, сіз тойда түскен фотоны жариялаңыз, сіз өзіңіздің селфиіңізді жариялаңыз. Қазір көбісі көп селфиге түседі, соны Инстаграмға жібере салады. Екінші күні тағы селфи, алады, тағы Инстаграмға жібереді. Үшінші күні тағы селфи, оны тағы да Инстаграмға жібереді. Фото ракурстары бізде қандай болу керек? Мынау, мысалы, фото ракурстанда бұл ірі план деп аталады. Ірі план деп отырғанымыз, ол тек басыңыздың бөлігі ғана. Тек мына иығыңызға дейінгі суреттердің барлығы, бұл бізде ірі план деп аталады. Ал орта план деп отырғанымыз, ол мына неге дейін көрінсе, белден төмен түскен фотолардың барлығы бізде орта план. Яғни сіз Инстаграм парақшаңызды жүргізіп жатырғанда, ірі планда да сурет болу керек, орта планда да сурет болу керек, жалпы планда да сурет болу керек. Яғни толықтай түсілген суреттер. Көбісінің ошибкасы қазірде осы немесе тек селфи жасай береді, немесе жалпы планмен түсе беретіндер бар, немесе орта планмен түсе беретіндер бар, немесе тек бетін ғана түсіре беретіндер бар. Өкінішке орай ол дұрыс емес деп мен санаймын.
Ал енді ладно, аватаркаңыз қандай болу керек сіздің? Аватаркаңыз сіздің не айтады? Аватарка не сөйлейді? Аватарка бізде артқы фоны бір түсті болғаны желательно. Анық түсілген фото болғаны тоже желательно. Логотип, енді логотип егерде сіз қандай да бір прям важный, бір керемет бизнесте жасап жатырсаңыз, логотипіңіз болса, ладно, енді логотип қоюға болады. Бір фотоны потом тұрақты қою керек. Қазір мен көбінесе байқаймын да, адамдар деген бір фотоны тұрақты қоймайды. Ана жерге барды да, бір 2-3 күннен кейін тағы күшті бір фотоға түсіп қалды ма, келесі күні келеді да, фотосының аватаркасын өзгертіп жібереді. 3-4 күннен кейін тағы бір әдемі болып, көзі жайнап бір түсіп қалған фотоны көрсе, 3-4 күннен кейін тағы өзгертіп жібереді. Ол бізде не? Дұрыс емес. Аватарка тек бір сурет болу керек. Адамдар деген өйткені сізді аватаркаңызға қарап жаттайды. Аватаркаңыз, мысалға, осы сурет па, осы адамды іздейді. Сіздің адам деген парақшаңыздың логиніне қарап жаттап жүрмейді. Адам аватаркасына қарап жаттайды. Мен өзім енді аватаркаға қарап жаттаймын адамдарды. Мысалға, мынандай суреттерді көрсетіп қойсаңыз, мында адам қаптаған, бала шағасымен түскен адамдар аватарканы көресің, я? Сіз парақшаны өзіңізге арнап аштыңыз ба? Значит, сіз тек қана өзіңіздің суретіңізді қойыңыз. Бала шағаңызбен түскен сурет бұл аватаркаға ешқандай да керек емес. Өйткені бұл парақша тек сіз үшін ашылған. Сол үшін тек аватаркаға өзіңіздің суретіңізді қою керексіз. Ладно, аватарканы дұрыстаңыздар, я? Енді highlights. Highlights деп отырғанымыз бұл вечный stories. Яғни сіз сториске бір нәрсе түсірсеңіз, ақпараттар салсаңыз, стористе ол 24 сағат қана сақталынады. Ал егерде сіз ол сториске салған ақпаратың сіз үшін маңызды болса, онда сіз не істеуіңізге болады? Мына жердегі вечный сториске салып қоюыңызға болады. Көбісінің вечный стористерін қарайсын, мына жерде бұжық-шыжық болып атады. Мына жерінде бірдеңе сурет, мына жері вообще қап-қара, мына жері аппақ, мына жері сап-сары деген сияқты, я? Ондай болмайды. Highlights бірдей болу керек. Осындай әдемі болу керек. Парақша дизайнымен түсі сәйкес болу керек. Парақшаға қатысты тақырыптарды салуыңыз керек, және сырты қорапталған болсын, сырты қорапталу керек. Артық ақпараттарды салмайсыз. Бұнда тек қажетті ақпараттарды саласыз. Және жазу бас әріптен басталу керек. Мысалы, наш продукт, достижение, отзывы, контакты, компания бәрі бас әріптен жазылған. Көрдіңіз ба? Мысалы, отзывы ма, ішіне тек қана пікірлер. Контакты ма, контактный номерлеріңіз. Компания ма, компания туралы ақпарат. Достижение, яғни сіздің жетістіктеріңіз, сіздің продукция туралы ақпарат деген сияқты, я? Так, енді парақшаның оформлениесіне келейік. Мынау бізде шахматный әдісі. Яғни шахматный әдісте отырғанымыз екі түрлі дизайн, екі түрлі фотомен дизайнды қалыптастырып аласыз. Мына жердегі суретті өзгерте бересіз, мына ішіне суретті өзгерте бересіз. Сонда сізде екі түрлі дизайн шығады. Болды. Мына жерге өзіңіздің тақырыптарыңызды әрқашан өзгерте бересіз. Әп-әдемі болып қорапталған болып шыға келеді. Бұл бізде шахматный әдіс деп аталады. Парақшаларыңызды осылай шахмат емес деп алуыңызға болады. Одан кейін мынау бізде столбик бойынша оформление жасалған. Яғни мына жерде бір түрлі дизайн, мына жерде тағы бір түрлі дизайн, яғни 3 түрлі суреттен құралған әдемі дизайн болып шықты. Бұл столбик деп аталатын дизайн. Одан кейін бар мынау. Мына жерде, например, жақыннан көрсетейін. Мына жерде продукция туралы жазылған, я? Ал мына жерде отзыв, яғни парақша отзывтары. Ал мына жерде тек қана, мына жерде компания туралы жазылса, мында отзывтар салынса, мында тек қана продукция туралы ақпараттар салынған. Яғни осылай неше түрлі қылдырып жүргізе беруге не істейді? Болады. Ары қарай жалғастырамыз. Жалпы айта кеткенде, өзіңіздің суретіңізді салғанда тек қана бір ракурстағы суреттерді сала беруге болмайды. Тек қана бір селфи, немесе тек жалпы түскен, мысалға арттан қараған суреттер, жаннан қараған суреттер, басқа жаққа қарап тұрған суреттер, неше түрлі суреттерді салуға болады. Және де акцентті, мысалы, сіз сетевой бизнеспен айналысатын болсаңыз, сіз блогер болсаңыз, сіз инфобизнеспен айналыссаңыз, адам инстаграмға адам үшін кіреді.
Мысалы менің оқырмандарым олар мен үшін кіреді, иә. Например, мен SMM маманымын деп мен тек қана картиналарды шығара берсем, там басқа біреулердің картиналарын шығара берсем, адамдар мені оқымайды ғой. Ол артында кім тұр? Ол менің парақшаның артында кім тұр? Оны кім жүргізеді? Мен үшін оқитын болғандықтан мен өзімнің суреттерімді салуға міндеттімін. Сондықтан әр фотоңызды саларда міндетті түрде барып жаңағы фотосессия жасаңыздар демеймін. Фотосессия прям не обязательно. Просто өзіңіздің суретіңізді качественный монтаждай білу керексіз. Қазір өзіңіздің түріңізге де фотошоп жасауға болады. Мына жерде кірпік жоқ па, кірпік жабыстыруға болады. Ерніңізде помада жоқ па, ерніңізде помада жабыстыруға болады. Бетіңіз жаңа проблемный ма, бетіңізді тазартуға болады деген проблема жоқ қазір. Тек просто программаларды білу керек. Одан кейін парақшаны, мысалға кейбіреулер бар да, парақшаны бүгін там көк түрлі түсті жаңағы фото салып, ертең алады да ақ түсті фото салады, одан кейін шрифті там басқа түсті, яғни күнде неше түрлі там WhatsApp-тан келген суретті салады, ұнап қалған суреттерді, например, WhatsApp-тан көптен бүкіл жерге таралып кеткен суреттерді қолданбаңыздар. Парақшаны олай ластамаңыздар, қоқыс қылмаңыздар. Яғни көп таралып кеткен суреттерді парақшаға салып, оны қоқыс қылып керек емес. Тек қана өзіңіздің жасаған бір түсті дизайнмен жасауға болады. Мен тоже сіздерге қазір телеграм каналыма кіріп алыңыздар. Анда Шырын ханым деген парақшамда, екінші парақшамда, сол жақта мен сайт деген жерге енгіздім. Сол жақта мен сіздерге вечный истористің шаблондарын жіберем, соны қолданып бір түсті дизайн жүргізулеріңізге болады. Яғни парақшаны үш түрлі түспен үйлестіру керексіздер. Например, парақшаңызда тек қызыл, ақ, көк түспен. Осы үш түсті бүкіл жерге қолданасыз. Шрифтке де қолдануға болады. Яғни парақшаңыздың барлық картинасы бір картинада ақ, көк және қызыл. Осы үш түс, например, өзіңізге ұнайтын үш түсті пайдаланасыз, бір-бірімен келетін болсын әрине. Сосын сол үш түсті тек пайдалана бересіз постоянно. Яғни парақшаны үш түрлі түспен үйлестіруді қолға алыңыз. Сонда парақшаңыз біркелкі, стильный, әдемі болып шыға келеді. Және барлық картинаға бірдей шрифт қолдану. Егер де сіз парақшаңызға ешқандай тақырып жазбайтын болсаңыз, тек қана сіз парақшаңызды өзіңіздің суреттеріңізбен ғана толтыратын болсаңыз, онда Lightroom деген түстердің гаммасын бірдей қылып өзгертуге болады. Например, сіз мына жерде түссеңіз, қызыл, мысалы бір светтің түсі сап-сары болып түсіп қалуыңыз мүмкін, иә. Ал мына жаққа түссеңіз, сіз ақ түсті көп түсіп қалуы мүмкін. Түнде сіз қап-қара болып түсіп қалуы мүмкін. Сол суреттерді Инстаграмға салғанда бір-бірлерімен үйлестіріп, түстердің гаммасын жасауға не істейді? Болады. Яғни түстердің гаммасымен осы бастан қолға аламыз. Одан кейін аватар фото ракурстарын барлығын айтып кеттім. Енді фото өңдеуге арналған программалар берем. Жалпы сіз өзіңіздің ойыңызда қандай картинаны жасауды, мысалы қандай картина жасағыңыз келеді, например, қасыңызға пальма қылып қоясыз ба, артқы фонда ауыстырып тастайсыз ба, неше түрлі шрифт, неше түрлі заттың барлығы PicsArt деген программада бар. PicsArt деген программаны жазып алсаңыздар, ол жерде неше түрлі дизайндағы суреттердің барлығын жасауға болады. Одан кейін егер де сіз, конечно, суретіңізді селфи деп суретіңізді әдемілеп алуға болады, PicsArt арқылы түстердің гаммасын да өзгертуге болады. PicsArt деген программа арқылы барлығын жасауға болады. Одан кейін Lightroom деген программа бар. Lightroom деген программа арқылы сіздер фильтрлерді дұрыстап ала аласыздар. Яғни сіз тек қана суреттерді, өзіңіздің түскен суреттеріңізді салғыңыз келсе, блогерлерді көресіздер ме, фильтрлері барлығында бірдей, яғни түстердің гаммасы бірдей. Сондай қылып алған кезде Lightroom деген программада пресеттерді алып, пресеттермен әдемі картиналардың барлығын бір-бірлерінің түстерімен үйлесімді қылуға болады. Одан кейін барып
жана сторис бар ғой, сториске күніне 7-8 ақпарат салып отырыңыздар дедім ғой. Оның барлығына біздер Storylux деген программаны қолдануымызға болады. Storylux деген программаны қолдансаңыздар, сториске арналған неше түрлі суреттерді жасай аласыздар. Одан кейін видео контентке көшейік. Видео контент, яғни сіздер әр видеоны жасағанда сіз бірінші мақсат құру керексіз. Аласта там бірнеше суретпен слайд-шоу жасай салуға болмайды. Видео контент жасарда сіз сол видео контентті мен мына видеода пост жазған сияқты, мына видеода мен не түсіндіруім керек, яғни жоспарым қандай болу керек, А нүктесімен Б нүктесіне дейін сіз жоспарды құру керексіз. Мына видеода мен өзімнің компаниям туралы түсіндірем, компанияның маркетингі туралы, компанияға қалай келгенім туралы видео түсіндірем десеңіз, сіз сондай яғни видеоға тақырыпта жазамыз ғой, сонда картинаны алдын ала дайындап, тақырыпқа келетін картинаны жасап, және картиналарды біз қаяқтан аламыз? Pinterest деген программадан алуымызға болады, Pixabay деген программадан алуымызға болады, әдемі өңделген картиналарды. Солардан алып, яғни видео жасарда құрасыз. Бірінші мен өзім туралы ақпарат беріп кетемін, екінші мен компания туралы ақпарат беріп кетемін, үшінші мен компанияның отзывтарын салуым керек, төртінші мен өзімнің іс-әрекетке шақыруым керек, яғни компанияға не үшін тіркелу керек, неге маған қосылу керек деген сияқты. Сондай 5 па, соған 5 нәрсеге каждый тақырыпқа 2 картинадан ойлап 10 картина қойым керек, оған мынандай тақырыптар жазуым керек деп, видео жасарда сіз оған бірінші жоспар құрасыз. Соған байланысты картиналарды іздейсіз, картиналарға әдемілеп тақырыптар жазасыз, сосын айда монтаждай бересіз. Және видеоға сурет таңдарда обязательно оның сапасына мән беріңіздер. Одан кейін енді видеоны жасайтын неше түрлі программалар көп. Мысалға, мінеке, мына жерде мына программалардың барлығын жазып алсаңыздар, мен ұстап тұрайын, жазып алыңыздар. Осы программалар арқылы сіздер видеоны өңдеулеріңізге болады. Так, осымен біздің Instagram туралы мағлұматтарымыз болды. Менде осы программалары осы 3 бөлімнен тұратын болған. Назарларыңызға рахмет, құрметті оқырмандар.